Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы жылу өткізгіштік дегеніміз не? Бүгінгі өтетін сабақтың мақсаты көлеңкенің кедергі өлшеміне және жарық көзінен кедергіге дейін қашықтыққа тәуелділігін зерттеу және түсіндіру. Зерттеу әдісін таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды мына өлең жолдарымен бастаймыз. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Жаратылыстану пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Оқу құралдары арқылы өшіргіш, қалам, қарындаш, тағы да басқа ортаға бала санына қарай түрлі ручка, қарындаш, өшіргіш қойылады. Әр оқушы өзіне ұнаған түсті алады, түстер бір-бірін тауып бір топ құрайды. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын жұмыс ережесін келісіп алайық. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз, уақытты үнемдейміз, нақты дәл жауап береміз. Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз. Температураны термометр көмегінсіз анықтауға бола ма? Оны білу үшін шағын зерттеу жұмысын өткізейік. Ол үшін алдымен қолдарына қағаз қыстырғыш пен 5 теңгелік монеталар таратып беремін. Біраз алақандарына қысып отыра тұруларында сұраймын. Адамның қалыпты температурасы қандай? Онда сенің қолындағы дененің температурасы қандай? Енді қолдарындағы қағаз қыстырғыш пен 5 теңгелік монетаны парта үстіне қойыңдар. Қағаз қыстырғыш пен 5 теңгелік монетаның температурасы енді қандай болды? Термометр көрсеткішіне қараңыз. Онда қағаз қыстырғыш пен 5 теңгелік монетаның да температурасы бірдей болады. Себебі жанасқан денелердің температуралары теңеседі. Неге әртүрлі? Бір қолмен партаның ағаш бетіне, екінші қолмен партаның темірін ұста. Не байқадың? Неге ағашқа қарағанда темір суығырақ? Сен білесің бе? Ауасыз бос кеңістікті вакуум деп атайды. Вакуум жылуды ең нашар өткізетін орта. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық. Оңға қарай иіліп, солға қарай иіліп, бір отырып, бір тұрып, тынығып алайық. Оқушылар, қатты денелер жылуды қалай өткізеді тақырыбында зерттеу жұмысын жасаймыз. Зерттеу жұмысын бастамас бұрын топтарға бөлініп алайық. Бөлінген топтар зерттеу жұмыстарын жасайды және алған нәтижелерін өз араларында қорытындылайсыздар. Алдарына қойылған заттарды жылу өткізгіштігіне байланысты өсу ретімен болжап орналастырыңдар және де жазыңдар. Әр қасықтың сабына ермексаз жапсырыңдар. Ермексазға қағаз қыстырғышты бекітіңдер. Қағаз қыстырғыш жапсырылған қасықтарды стаканға салыңдар. Стаканға ыстық су құйдыртып алыңдар. Ыстық су құйылғаннан кейін стаканға жоламай шеттен бақылап жүріңіздер. Қағаз қыстырғыштар қай қасықтан бастап түсетінін бақылап жазыңдар. Жасаған зерттеу жұмыстарына қорытынды жасаңдар. Есте сақта, бір денеден екінші денеге жылудың тікелей берілуі жылу өткізгіштік деп аталады. Жылуды нашар өткізетін денелерді жылу оқшаулағыштар дейді. Металдан жасалған бұйымдар жылуды жақсы өткізеді. Оқушылар, алдарына смайликтер берілген. Осы смайликтер арқылы бүгінгі сабақта көңіл күйлеріңізді белгілеп кетіңіздер.